Ақмола облысы Қазақстанның ірі аграрлық өнеркәсіптік өңірі. Облыс іс жүзінде Астана қаласының азық-түлік белдеуінің рөлін атқарады. Сондай-ақ тамаша табиғи климаттық жағдайлары бар курорттық орындарымен танымал. Өңірде ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп бірдей дәрежеде дамыған. Облыстың ауыл шаруашылығы секторын негізінен дәнді дақылдардың ауқымды егістіктері, өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы құрайды. Облыстағы басым бағыт ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу болып табылады. Өңірдің өнеркәсіптік кешенін негізінен тау-кен өндіру, машина жасау, түсті металлургия, химия және тамақ өнеркәсібі, құрылыс индустриясы кәсіпорындары құрайды. Көптеген көлдерінің қылқан жапырақтары, ормандарының және курорттық аймақтарының болуына байланысты облыста туристік сала серпінді дамып келеді. Ақмола облысы Ресей және Еуропа нарықтарымен жерүсті көлік байланысын қамтамасыз ете отырып, айтарлықтай транзиттік әлеуетке ие. Ақмола облысына инвестиция салудың негізгі артықшылықтары: салалық бағыты кең, табиғи климаттық жағдайлары қолайлы, туристік әлеуеті жоғары, транзиттік көліктік инфрақұрылымы дамыған, инвестицияларды қолдау және қорғау жүйесі бар. Ақмола облысына, Қазақстанның ірі аграрлық өнеркәсіптік өңіріне инвестиция салыңыздар.